Қайырлы күн достар. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Әлеуметтік төлемдер туралы анықтаманы қалай алу керектігін көрсетемін. Яғни социальные отчисления. Ол үшін әдеттегідей егов порталына ЭЦП ключімен кіріп аламыз. Басты бетте жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамтылу деген батырманы басамыз. Міне осы жерде міндетті әлеуметтік сақтандырудың әлеуметтік аударымы туралы анықтама. Осыны басамыз. Онлайн сұрау. Бізде әдеттегідей 3 қадам шығады. Оның бірінші қадамында міндетті түрде қай аралықтағы сізге анықтама керек. Сол жерге периодқа өздеріңізді жазып аласыздар. Мысалға маған 2022-нің сентябрінің 1 күнінен бастап керек. 1 жылдық. Ара қарай бізде екінші қадам ЭЦП ключтің екінші файлымен, эрсасымен қол қоямыз. Үшінші қадам шықты. Бұл жерде бізде документтер дайын. Мәртебені жаңарту деген батырманы басамыз. Осы жерде екі құжат шығады. Біреуі қазақша және орысша. Өзіңізге қай тілдегі құжат ыңғайлы, сол құжатты өзіңіз алсаңыз болады. Міне бізде анықтама осылай шығады. Қай жақтан, қай жерден түскен, қанша ақша түскен, қай күні барлығы шығып тұрады осы жерде. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қолдап кетіңіздер.